мысалға сіз ұстаздан бір әрекет көресіз бе, сіз сұраңыз, ұстаз неге былай істедіңіз деп ше. Мысалы ұстаз бір амал істеп жүрді да бүгін ерекше бір амал істеді. Мысалға сіз көрмей жүрген, сіз барып сұрасаңыз болады, неге былай істедіңіз деп. Ол ешқандай айып емес. Пайғамбар сөйтіп үйреткенді. Мысалға анандай жағдай болды да, бәрі баршамызға белгілі ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тараух намазын оқып жүрді. Кейін барып тараух намазын оқымай қойды. Дұрыс па? Оқымай қойды ол жамағатпен. Адам көбейіп кетті деп айтады ғой хадисте. Бірінші күні келді адам сөйтіп адамдар көбейіп кеткен кезде пайғамбар келесі күні шықпай қойды тараух намазына. Сөйтіп сахабалар түсінбей қалды. Я Расулалла, неге бұлай істедіңіз? Сол уақытта пайғамбар не деп жауап берді? Мен сендерге бұл намаз парыз болып кете ма деп қорқамын деп айтты. Себебі сол уақытта шариғаттың парыздары жаңарып жатқан еді. Дәл сол уақытта егер сөйтіп оқи бергенде парыз болып кетуі әбден мүмкін еді. Бірақ пайғамбарымыз бізді білді, оған шамамыз келмейді біздің. Бізге мейірім ретінде не істеді, ол істемей қойды. Кейін сахабалар барды да соны сұрады, неге олай болды? Пайғамбар оған неге сен менен сұрайсың деп еш нәрсе айтқан жоқ, айтып түсіндіріп берді да. Осылай деп. Күшті қандай? Сондықтан сіз бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бес намазын дауыстап оқиды. Жамағат түсінбей қалады. Сұрайды барып, олай неге істедіңіз? Жаңадан бір іс түсті ма дейді да, яғни шариғат өзгерді ма деген секілді. Айтады, жоқ дейді, еш нәрсе өзгерген жоқ дейді. Жай солай пайғамбар сөйтіп оқығанда, басқаларға үйрету үшін оқылды ма, сондай бір хикметтері болды да, артында тұрғандарды. Қалай оқу керек намаз? Сол үшін үйрету үшін оқуы мүмкін. Сондықтан, бауырлар, ұстаз не айтты екен, ол қағида деген нәрсе жоқ та. Сұрау керек ұстаздан. Ұстаз неге бұлай, дәлел қайдан алдыңыз? Ол ешқандай айып емес.